дүниежүзінде де НАТО-да болмаған. Енді тұтас Еуропа естерін жиып, жаңағы күнде думан, күнде той болып жүрген Еуропа. Бүкіл әскери қаражатқа бөлмейтін ақшаны жаңағы қоғамның басқа салаларына салып, басқа Еуропаның ішсе алдында, ішпесе артында көл көсір өміріне жұмсап жүрген Еуропа, енді тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады, қоймай жесең не қалады деп, енді езуінен жырып, өзінің әскери қауіпсіздігіне бюджет бөлгелі отыр, қаржы бөлгелі отыр. Бұл деген сөз Еуропа тарихында 1945 жылдан кейін болмаған құбылыс. Бұл бірінші. Трамп Украина Еуропа құрлығында. Бізбен Украинаның ортасында үлкен мұхиттар жатыр. Украинаны қорғауға Еуропа көбірек кірісу керек деді. Айтты ма? Айтты. Іске асты ма? Іске асты. Ал оны Трамп бұйрық беріп, сендер қалталарыңда тығып отырған, аяп отырған ақшаңды сал деген жоқ. Трамп өзінің сөзін іске асыру үшін алдыдағы болды мен көмекті бермеймін деді. Қиды да тастады. Алдыңғы жолы Ақ үйде Зеленский мен Трамп және оның орынбасары J.D. Vance үшеуі әңгімелесіп отырып, қатты көңілсіз аяқтаған сұхбаттан кейін ол алдыда тіпті бұрынғы Байден кезінде беріліп отырған көмекті қиып тастады. Енді алдыдағы шарасыздан Еуропа жан таласып, өздерінің осығанға дейін сармайдай сақтап, жәшігінің қобдиының бұрышына тығып отырған соғымның соңғы жілігін Украинаға асып бергелі отыр. Бұл Трамптың жоспары еді. Бұл үшін ол бүкіл өзін түсінбейтін, немесе өзіне қарсы, немесе түсініп отырса да, Трампты жамандап ұпай тапқысы келетін демократтардың және дүниедегі әсіре солшыл лептистердің бәрінің қарғысына, боқтығына қала отырып, осыны іске асырды. Тіпті Еуропа лидерлеріне ол айтты: біз сендерді Ресейден қорғайды екенбіз, ал сендер Ресейге, оның мұнайы мен газына, Украинаға берген ақшадан әлде қайда көп ақшаны береді екенсіңдер деді. Рас па? Рас. Басқаны айтпайық. Францияның Макронын айтайық. Ол Украинаға былтыр $300 миллион берем деді. Бірақ бір жылдың ішінде не бар 200 миллион берді. $100 миллион уәдесі атқарылған жоқ. Екіншісі, ол былтыр тек Ресейге мұнай газ сатып алуға ресми түрде $300 миллион аударды. Яғни оның Путинге берген ақшасы, оның Зеленскийге берген ақшасынан көп. Тек мұнай газ бойынша ғана. Енді сіздер бұл костюм шалбар киіп, галстук тағын қылғылып алған атал